Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен әзірге бүгін өте дәмді болып пісетін күнделікті нан пісірудегі әдісімен бөлісетін боламын. Бұл қамыр ашытуда тек қана нан емес, беляши, пирожки пісіргенде де осы қамырды пайдалана беремін. Өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Алдымен ыдысымызға бір ожау қан жылым суымызды құямыз. Біздің суымыз қолмен ұстағанда жылы болу керек, қатты ысы да салқын да болмауы керек. Содан кейін бір ас қасық тұзымызды салып, тұзымыз ерігенше араластырамыз. Суымызға шамамен 3-4 ас қасық ұнымызды саламыз және бір ас қасық дрожжымызды салып араластыратын боламыз. Мен венчикпен араластырып жатырмын. Біздің бүкіл ұнымыз араласуы керек. Енді бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Пештің қасына немесе жылы бір жерге бетін орап қойсаңыз болады. Шамамен жылы жерде 10-15 минут тұруы керек. Міне біздің 15 минутымыз өтті. Осылай бетіне ақ көбігі шығуы керек. 15 минуттан артық тұрса, ашып кетуі мүмкін. Енді бір кәсе шағу майымызды құйып, үстіне астығын салып, нанымызды басатын боламыз. Менде шамамен 3-4 тарелка ұн кетті. Мұнда сіздің ұныңыз қолданып жатқан судың мөлшеріне байланысты болады. Міне біздің қамырымыз дайын. Осындай қамыр шығуы керек. Енді осыны бетін жауып, үстін манағыдай бүркеп, немесе жылы жерге қойып, шамамен 20 минутқа қойып қоямыз. Аздап қана бетіне көтерілгенде біздің қамырымыз дайын болады. Міне достар, біздің қамырымыз дайын. Осындай аздап қана көтерілсе, оны қолдана беруге болады. Бұл қамырдан нан бассаңыз да болады, беляши, пирожки пісірсеңіз де болады. Өте дәмді шығады. Беляши, пирожки, бауырсақ пісіргенде астын азғантай ғана майлап жіберіп, жасап пісірсеңіз болады. Сол кезде сіздің майыңызда астық күймейтін болады және өте жұмсақ бауырсақтар, беляши, пирожки шығатын болады. Міне осы әдіспен жасап көріңіздер, сіздерде өте дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма подписаться етіп, лайк, комментарий қалдырсаңыздар. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.